Дүйсенбі күні АКШ Еуропадағы әскери қатысуын қайта қарастыру жұмысын бастады. Бұл Трамп еуропалық басшылармен келіспеушіліктен соң бірнеше ай бұрын айтқан жоспарының орындалуы. Трамп бұл қадамның еуропалық көшбасшылармен болған дауларға қатысы жоқ екенін айтты. Оның сөзінше басты мақсат Еуропаны өз қауіпсіздігі үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға ынталандыру. Осы ұстанымды АКШ қорғаныс министрінің саясат жөніндегі орынбасары Элбридж Колби де қолдап, X әлеуметтік желісінде бұл бастаманың іске қосылғанын хабарлады. Бұған дейін АКШ қорғаныс министрі Пит Хексет НАТО қорғаныс министрлерінің кездесуінде АКШтың Еуропадан әскерінің бір бөлігін шығармақ екенін ескерткен болатын. Әзірге АКШ әскерінің қай елдерде қалатыны және қай мемлекеттерде қысқартылатыны белгісіз. АКШ бұған дейін Германия, Испания және Италиядағы әскери қатысуын қысқартуды жоспарлап отырғанын мәлімдеген еді. Бұл елдердің басшыларымен Дональд Трамптың арасында келіспеушіліктер болған. Қанша уақытқа созылатын әзірге белгісіз. Бұл қайта қарау жұмысының нәтижесінде әскери күштерді одан әрі қысқарту туралы шешім қабылдануы мүмкін. Себебі Трамп әкімшілігі Еуропадағы одақтастарына қатысты сын көзқарастарын жалғастырып келеді.